Көптеген зерттеушілердің пікірінше Қазақстанның конституциясы әлемдегі жалпы адамзаттық құндылықтарды дәріптейтін ең үздік 50 конституцияның қатарында тұр. Осындай ата заңның аясында бірлікпен күн кешіп жатырған Мұнайлы ауданының халқы да конституция күніне орай түрлі шаралар ұйымдастырды. Марапат мерейді үстем етеді. Айман Орынбаеваға аудан әкімінің алғыс хаты табысталды. Ол 41 жыл бойы медицина саласында еңбек етіп, аудан тұрғындарының денсаулығы үшін тер төкті. Көп балалы анамын. Осы 85 жылы Мұнайлы ауданында жұмыс жасап келатырмын. Еңбегіміз үшін марапатталып жатырмыз. Сау болыңдар. Таңы жылқасын. Денсаулық терең байлық дегендей, денсаулықтарың мықты болсын. Шара барысында мамандарды Мұнайлы ауданының әкімі Нұрлан Тәжібаев конституция күнімен құттықтады. Ауданның дамуына үлес қосқан мемлекеттік қызметкерлерге ризашылығын білдірді. Олар аймақтың көркейіп, алға ілгерілеуі үшін талмай еңбек етіп жүр. Облыстық әділет департаментінде жеткен үздік жетістіктерге байланысты облыстық әділет департаментінің нормативтік актілерінің тіркеу бөлімінде жеткен жетістіктер бойынша осы аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталып отырмын. Ата заңымыздың 21 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған шараның соңы концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Барша жиналған қызметкерлер мен тұрғындарға аудан өнерпаздары мерекелік көңіл күй сыйлады. Кеште әсем ән әуеледі, тамаша би биленді, күмбірлеген күй төгілді. Қаламқас Аманқосова, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.